түлеп ұшқан жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз де жазылмаған дастан едік, армандастар, құрдастар. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда. Түрлі сыйлықтарға ретігеніміз, бірақ кітапқа тоқтадық. Қазақтың салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары. Ағай біздің ары қарай осы жалғастырсын, түсіндірсін, жастарға солай өсірсін, тәрбиелесін. Ағай жалынды жүректен, ақ ниеттен бізді оқытып берген бәрін тәрбиеңізге үлкен ризашылықпен сізге ұсынып отырмыз. Осылай қаласа Ыбырайымыздың саябағының бір мың 1974 жылғы түлек берді. Оның үшін бір сынып оқушылары. Қазақтың зергерлік өнері. Мынаның ішінде бүкіл біздің қазақтың мына басын сыртында көрдің бе? Тапқан анау алтын азандағы өрнектер бүкіл қазақтың бәрі ішінде. Апай, жалынды жүрекпен, ақ ниетпен бізді оқытып берген тәрбиеңіз үлкен ризашылықпен осы кітапты сізге ұсынып отырған Қостанай қаласы Бұразын сарасынан мектеп-интернатының 1974 жылғы түлектері, 10-шы сынып оқушылары. Мына саммитте воспитание көрініп тұр сол кезде. Сыйлықтардың ішіндегі ең мықты сыйлығы міне кітап қой. Олардан өттіңдер ме, әлде игі армандарға жетті